Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңғыз көшесі 27/2 тұрғыны Қуатов Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Бүгін 8 май 2026 жыл 15:20 дейін 15-інде деп естігенбіз. Кешеде жұмыс істеп кеткен охрана агентствода. Соған естіген күніңді 15:20 15-інде айлығың түседі деген. Сол жаңағы 15-інде түсе ма, соны қараймын. 15-інде түспесе ол дейтін тағы прокурор сотқа жүгінеміз ба деген сияқты. Бұл жерде сондай болар дейтін. Тұрғандары сол Ақтау қаласында жұмыс істегенбіз. Ол сол жағы қайрап жүрген ұл ер қыз әйел адамдар дені сау емес. Бұл жерде сондай. Рулар, руға жатпайтындар, кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз, ұлттар, ұл ер қыз әйел адамдар. Бұл жерде сол енді сол істегеніміз, солар енді кешегіде істегенімізді бере ма, бермей ма. Мен жаңа прокурор сотқа сенугеден де қалып, прокурор сотқа бара беруге де қайта прокурор сотқа жүгініп. Ол дейтін кешегіде жаңа кімдер охрана агентствоның ішінде офистегілер деді, сонда не білсем біздермен соттасайын деп отырсын ба дейді. Соттаспағанда олардың істеп отырған тірліктері, олардың обращениелері дұрыс емес. Олардың тұрғандарын қараң енді. Олар сенің құқығың таптап жатыр, сені мазақтап, намысыңа тиіп жатыр сол жерде. Сенің намысыңа тиген құқығын таптау деген сөз. Ол дейтін неге апарады? Түрме, сотқа апарады. Олар дейтін түрме, соттан қашып жаңағындай болып жатыр. Оларға фото, видео снимкі берілмейді. Фото, видео снимкі өзім жеке жаңағындай құқыққа қарсы дейтін, қол соғушылықтарға қарсы деген сияқты сондайға түсіргенбіз. Мен енді соны жаңағы фото, видео снимкілер бар, сол кешегіде түсірген. Ол дейтін 15-20 енді айлық түспесе, мен енді соны сайтқа саламын. Осындай болады жауабы. Сайтқа салмасам, сол жаңа қайрап жүргендер, мына мемлекеттер, облыс, қала, ауыл, столицалар. Бұл жерде сондай болып жатыр. Қайрап жүргендер. Соларды енді жағындай қылып, фото, видеоға снимкіге түсіріп, сөйтіп жаңа сайтқа салам. Сөйтіп сайтқа салмасам, олар дейтін ұстатпай жағындай. Біздерді фото, видеоға снимкіге түсіріп атсын дейді, видеоны өшір дейді. Видеоны өшіргенде мен оларды қалай доказательство істеймін? Олар ма ақшамды бермей қалса кешегі істеген күндерімді. Мен бұл жерде сондай. Олар фото, видео снимкіні ақшамды бермей қалса, мысалы, Қазақстан Республикасының азаматы, бұл жерде сол жағындай құқыққа қарсы, қол соғушылықтарға қарсы дейтін сияқты. Олар дейтін сол дейтін енді фото, видео снимкісі бар, фото, видео снимкісін соны не olmasa сайтқа салам. Осындай болады жауабы. Оны сайтқа салмасаң, оны сен прокурор сотқа барғанмен, прокурор соттар жағындай тағы Қуатов Бауыржан қайтып келді прокурор сотқа. Тағы осы жаңағы хайвай ұрыс. Олар сол жаңағы прокурор сотта жаңағы қайрап жүргендер. Оларға не керек? Сол керек. Оларды мен жағында обращениесімен ол бәрін тағы сотқа барып сөйтіп жүрмеймін ғой. Енді мысалы сайт болып, мысалы біреу сені өлтіріп жатса, или қол соғушылыққа қарсы не қылып жатса, сен қарап тұрмайсың, фото, видеоға снимкке түсіресің. Соны жағындай ұстау керек дейтін сияқты. Сондай болады. Ол жерде ол мемлекеттер дейтін сондай болады. Ол қай мемлекеттер екеніне қарамастан. Мысалы біреуге қол соғушылыққа болып жатса, фото, видео снимкілер жүреді. Ол дені сау
ұл ер қыз әйел адамдарда сондай болады. Олар дейтін сол жағы жоқ видеоға түсірмейді, ол дейтін жоққа шығарып, психқа шығарып, сондай қылып ол жаңағындай және тағы басқа шығарып, ол болмайды деген сияқты сөйтіп жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Мен сол айтайын деген, оны сайтқа салып сөйтіп ол прокурор сотқа барған тағы неге барын дейтін, мына жақта мынау мемлекеттер жаңағы өзінің туылып өскен жерінде тіс қайрап жүргендер бар, олар саған деп не дейді. Өзбекстан мемлекетіндегі Қазақстан Республикасының мемлекетінде тіс қайрап жүргендер бар, Россия мемлекетінде тіс қайрап жүргендер бар. Соларды ұстау керек, соларды сөйту керек. Жаңа айтып өткеніміздей рулар, руға жатпайтындар, кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз, ұлттар, ұл ер қыз әйел адамдары, дені сау емес, оларды сөйтіп қараймыз. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Хиуа ханы Бауыржан Бек Бауыржан Табындырұлы жоғарыдағы, Түркістан Арыстанба Бауыржан Бек Бауыржан ұл ер адам Табындырұлы жоғарыдағы, Ферғауын патша Бауыржан Бек Бауыржан Табындырұлы жоғарыдағы, Каган Бауыржан Бек Бауыржан Табындырұлы жоғарыдағы, Жебірейіл Алла Құдай, Аллах екі Құдай, Даджал Кәпір Құдай, төртінші Аллах Құдай, Әрест Жирейдіне Баузия Сүй Құдай, аты жөні ұлты Бауыржан Бек Бауыржан Табындырұлы жоғарыдағы, Ақтөбе облысы Шұбарқыдық ауданы Қуат атасы туылған жері, Қоңырат город Дәуіт Табын Шөмішті Қарақойды Лабағыру Батыр ұлы ер адам мазары, Қоңырат Байекесі туылған жері Бауыржан Бек Бауыржанның, Қоңырат город микрорайон дом 118 улица Кара деп былай айтатырамыз, Карагалпакстан 1 подъезд 2 этажонға 20 квартира Бауыржан Бек Бауыржан туылған жері, сендермен бірге болған Бауыржан Бек Бауыржан Табындырұлы жоғарыдағы. Ол сол сондай болады. Сөйтіп сайтқа салмасаң, олар дейтін мен сайтыма салды деп, ол дейтін маған сайтқа шығармай сөйтіп отырмақшы болған мақсаттары. Сайтқа шығармай фото видеоғасынан прям олар дейтін құқыққа қарсы, құқықбұзушылықтарға қарсы сондайға іс жүргізіп жатыр. Ол дейтін болмайды. Ол дейтін жаңағы фото видеосын күнде берсең, сол жерде жаңағындай өлтіріп кетіп жатса, мысалы не қылып жатса, өзіңді ақталмай қаласың деген сияқты, сондай болуы мүмкін. Мысалы құқыққа қарсы құқықбұзушылықтарға болған кезде. Мен сол айтайын, сол жаңағы киноға түсетіндер жаңағы сол киноға түсіп алғандар, ұл ер қыз әйел адамдар, соларда жаңағы тіс қайрап жүргендер, соларды да ұстау керек. Олар дейтін кино нелерге түсіп алады, сондай ұсталмай жүреді. Бұл жерде сол мен ол дейтін прокуратура сотқа барған, қалаға барған, олар неге келді дейді. Тағы қуатып Бауыржан келді дейді. Мен сол дейтін олар дейтін өйтіп мен өйтіп сеніп тұра алмаймын оларға. Мен де өйстіп сайтқа саламын, өйстіп. Сайтқа салып қарамасам, олар дейтін жаңағындай масқараң шығарып, қайта прокурор сотқа барып, жаңағындай ар жазып, сөйтіп жүрген. Ар жазғанымен жаңағындай өзіңді жамандап, мынау қайтадан келді, сөйтті деп, сондай бұл жерде. Бұларды ұстау керек. Сайтқа салмағанда басқа неге салам? Олардан соны сөйтіп қарау керек. Сөйтіп қарамасаң, олар дейтін жаңағындай бытыс-қытығылар жүр бұл жерде. Тіс қайрап жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Соларды ұстау керек. Дені сау емес. Соларды ұстау керек жаңағындай. Герой-бектерді өзінше алаяқтар, жемқорлар, сыбайлас дейтін сияқты. Ол сол бұл жерде жаңағы. Сөйтіп қарау керек. Оны сөйтіп барғанмен олар дейтін не қылмайды, ол қарамай ма, өзің қайта барып, прокуратура сотқа барып, өзің как будто бір қара адам сияқты. Олар дейтін сол жаңағы ішкі істер органдарының сөйтіп қарау керек оларды. Ішкі істер органдарының сөйтіп қарамасаң, мен сенетін басқа кімге сенемін? Бәрі жаңағы тіс қайрап жүрген. Яқтан былай келеді. Фото видеосын көз түсірмей дейді. Қай заманда жүр фото видеосын көз түсірмейтін. Фото видеоға көз түсіретін заманда жүр. Баяғы бір жағындай фото видеосы жоқ заманда жүрсе екен, ол кезде түсінемін. Ол кезде жағындай бір сол жерде бір жұмыс істейтін адам болса екен, ол кезде түсінемін жағындай. Ондай зат жоқ. Қазір фото видеосын заманда жүр.
сол жаңағы интернетке шығып алып өзінше олар герой-бектер соларды ұстау керек. Сөйтіп видеоңды снипке түсіріп алып. Мен сол айтайын дегенім сендерге. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сөйтіп қараймыз оларды. Сөйтіп қарамасаң олар дейтін директрлер олар дейтін ұстатпайды, олар қашып кетіп барады. Мен басқа қалай ұстаймын оларды сайтқа салмағанда. Олар дейтін жаңағындай прокурорлыққа барсаң өзіңді не прав қылып жібере ма деген сияқты. Олар неге келдің дейді, не үшін сен түсірдің дейді. Бұл жерде сол не үшін түсіргенде сол жаңағы өзіміздің жаңағы құқыққа қарсы қол шабушылықтар болып жатыр. Тыныш жүрсе оны түсірмейміз, оны ондай. Олардың өздері сол жағындай тіс қайрап жүргендер. Оларды сөйтіп қарау керек. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан Бекбауыржан Табынұлы жоғарыдағы.